Құрметті қазақ елі, сіздерге бүгін ФДМ терапия жайлы айтатын боламын. Және сіздерге бұл видеоның соңына дейін 20-30 минут уақытыңызды арнап көруге кеңес беремін. Себебі бұл сіздердің 20-30 жылдан бері ауырып, емін таба алмай жүрген проблемаларыңыздың шешімін нақты сіздерге осы видеода айтуым мүмкін. Яғни ФДМ терапия бұл модель фасциальной дисторсии деп аталады. Бұны Американың дәрігері Стивен Типальдис ойлап тапқан. Яғни ол кісі науқастарды қабылдап отырған кезде 91 жылы 3 науқас келеді. Бірінен кейін бірі. Яғни біріншісі кіреді, жауырынның тұсынан мойныма дейін бір нәрсе тартып, ауырып тұр деп айтады. Яғни ол кісіні емдей алмаймын деп қайтарады. Екінші науқас кіреді. Екінші науқасты дәл сондай шағым айтады. Жауырынның артынан бір сызық мойныма дейін тартып жібермей ұстап ауырып тұр дейді. Ол кісіні де емдей алмаймын деп қайтарады. Үшінші науқас кіреді. Үшінші науқас бұл дәрігерді емдеуін өтініп сұрайды. Сол кезде өзі және науқас айтады, тартып тұрған сызықтың бойымен жүргізіп беріңізші деп айтады. Сол кезде жүргізіп бергеннен кейін ауырғаны бірден тыйылады. Яғни бұл видео дәрігерлерге емес, науқастарға арналған. Сондықтан бұл видеода мен барынша қарапайым тілмен, қарапайым сөздермен жеткізуге тырысамын. Сол кезде бірінші дисторсия, триггерный тяж деген дисторсия ойлап табылады. Дисторсия дегеніміз бұл қазақшаға аударғанда, былайша айтқанда бұзылыс деп айтса, қателеспеймін деп ойлаймын. Яғни триггерный тяж кезінде, осы кезде Типальдис байқайды. Яғни науқастар барлығы қолмен бір-біріне ұқсас ұқсас қимыл көрсететінін байқайды. Одан кейін ауру сезімінің сипаты, яғни тартып ауырады, шаншып ауырады, солқылдап ауырады, қалай ауыратын білмеймін, мынаның барлығы ауырады деген сияқты барлығы бірдей сипаттайтынын байқайды. Және де осы ФДМ терапияны 91 жылдан бастап зерттеуге алады. Яғни триггерный тяж кезінде біздің бұлшықетіміздің бетін қаптап тұрған фасция, яғни бұл фасция дегеніміз пленка деген сөз. Бұл пленка белгілі бір себептермен, яғни травма болуы мүмкін, немесе ұзақ уақыттық статикалық нагрузка кезінде, сондай кезде ол жиырылып, оратылып қалады. Сондықтан сол үшін бұл фасцияның ұзындығы қысқарады. Сондықтан науқастар тартып ауырады деген сөзді пайдаланады. Яғни қай жерден тартып ауыру мүмкін. Мен ең жиі кездесетіндерін көрсетейін. Яғни құлақтың артынан барады, көп науқастар бұлай иыққа дейін немесе шынтаққа дейін бір сызық көрсетеді. Осы сызық тартып ауырады деп. Немесе мойыннан бастап ары жауырынға дейін бір сызық тартып ауырып тұр. Және басымды еңкейтсе, бұл тартқан одан ары күшейеді дейді. Немесе басын оңға бұрған кезде тартқан ауру сезімі күшейеді. Одан бөлек белді омыртқаның екі жанында болады бұндай тартып ауыратын ауру сезім. Еңкейген кезде жаңа ауру сезім күшейеді. Және де жамбастан бастап аяққа қарай тартып ауыру мүмкін. Одан бөлек алған травмасына байланысты біздің денеміздің кез келген жерінде бұндай тартып ауыратын ауру сезімдер болуы мүмкін. Бұны емдейтін арнайы өзінің техникасы бар. Яғни бұл триггерный тяж кезінде науқастарда қимыл қозғалыс шектеледі. Яғни қолда болса, олар қолын толық көтере алмайтын болады. Және бұл мойынға дейін келгендіктен басын толық бұра алмайды. Аяқта болған, белде болса толық еңкей алмайды деген сияқты қимыл қозғалыс шектеледі. Бұның арнайы техникасымен триггерный тяжды арнайы техникасымен емдегенде бұл былайша айтқанда толықтай кетіп, науқастар бұдан жазылады. Одан бөлек триггерный тяж енді ең бірінші пайдаланатын сөздер тартып ауырады. Одан кейін мысалы кейбір жағдайда науқастар айтуы мүмкін солқылдап ауырады және ноют етіп ауырады деп айтуы мүмкін. Бұл таңертең тұрған кезде максималды қатты ауырады. Одан кейін біраз жүргеннен кейін сәл кішкене ауырғаны азаюы да мүмкін.
Одан кейінгі дисторсия, яғни одан кейінгі бұзылыс, бұл грыжа триггерный точка деп аталады. Бірақ бұл хирургиядағы және омыртқадағы грыжа емес, бұл басқа грыжа. Хирургиялық грыжа ол хирургиялық жолмен емделеді. Бұл грыжа триггерный точка дегеніміз біздің ағзамызда әлсіз тұстары болады. Яғни ішкі давление күшейген кезде бұл осы әлсіз тұстардың фасқа барып жаңа тесіктерге қысылып қалуы мүмкін. Яғни бұл седалищный отверстияда, яғни осына грушевидный мышцаның жоғары жағынан және төмен жағынан қысылуы мүмкін. Одан кейін запирательный отверстие, яғни запирательный отверстие қысылуы мүмкін. Бұл кезде науқастар шапым ауырады деп айтады, және олар хирургта, гинекологта диагнозын таппай адасып жүреді. Одан бөлек белдің тұсындағы треугольник петитова дейді, осы жерде болуы мүмкін, және 12-ші қабырғаның астында болуы мүмкін. Және де мойында бұғананың тесігінде болуы мүмкін. Бұғана мен жауырынның тесігінің арасында пайда болуы мүмкін. Бұл кезде науқастар айтады, мына жерімде бірдеме тұрған сияқты, бірдеме қысылып тұрған сияқты, осы жер ноит етіп ауырады, жатсам батады осы жер дейді. Немесе жамбасын көрсетеді, жамбасында бірдеме тұрған сияқты, бірдеме қысылып тұрған сияқты, және осы аяқтың артынан тартып тұрған сияқты дейді. Бұл ішкі давление күшейген кезде жаңа әлсіз тұстарға барып қысылып қалады. Сондықтан бұл қысылып шығып тұрғандықтан бұны грыжа триггерный точка деген атау берген. Бұның емі сол шығып кеткен грыжаларды нақты анықтап, қолмен ішіне қарай кіргізіп жіберу керек. Одан кейінгі дисторсия континуум дисторсия деп аталады. Яғни бұл дисторсия бұл сүйек пен сіңірдің байланысқан жерінде болады. Және бұның ерекшелігі, бұл континуум дисторсия, бұл шаншып ауырады. Яғни ол кісілер көрсетуі мүмкін, мына тұсым шаншып ауырады. Қолымды былай көтере алмаймын. Осы тұсқа апарған кезде мына жер ине сұққандай, пышақ тыққандай бірден шаншып қатты ауырады дейді. Яғни ол не үшін болады? Бұл көбінесе бір науқастар құлаған кезде, травма алған кезде, қабырғаның бетінде пленка жауылып тұрады ғой. Вот сол сияқты пленка біздің бүкіл сүйектеріміздің бетінде де бар. Құлаған кезде жаңа пленка сүйекке жабысып қалуы мүмкін. Ол жабысып қалған жер, сіздер қолдарыңыз көтерген кезде жабысып тұрған жерге тартылады ғой. Сондықтан резкий бірден қатты ауру сезім береді. Шаншып ауырады, пышақ тыққандай ауырады, резко ауырады деген сияқты ауру сезімдер сипаттайды. Және бұл қолға, иықта болса, мысалы қолға әлсіздік сезімін де береді. Одан кейінгі дисторсия, яғни folding дисторсия деп аталады. Folding дисторсия бұл буындардың ішінде болады. Буындарда болады. Яғни, мысалы кейбір науқастар айтуы мүмкін, мен пакет көтерсем, иығым рахаттанады дейді. Ал қолымды тіреп тұрсам, иығым ауырады дейді. Және де соны қарама қайшы айтуы мүмкін. Басқа науқастар қолымды тіресем рахаттанады, пакет көтерсем ауырады деген сияқты. Немесе белде болса, белде бел ауыратын науқастар таңертең ұйқыдан тұрсам, белім ауырғаннан оянамын дейді. Ал тұрып жүріп кеткеннен кейін белім ауырғаны басылады және ауырмай қалады дейді. Немесе керісінше айтуы мүмкін. Мен таңертең ұйқыдан тұрсам белім ауырмайды, ал біраз жүргеннен кейін белім ауырып, мен жатуым керек болады дейді. Яғни бұл жерде unfolding және refolding деп бөлінеді. Бұл алған травмасына байланысты. Мысалы, бір науқас қолын тіреп құлап қалған болса, ол науқас қолын тіреген кезде иығы, яғни рахаттанатын болады, пакет көтерген кезде иығы ауыратын болады. Бұны емдейтін арнайы техникасы бар. Ал екінші науқас, мысалы, құлап бара жатып бір нәрсе ұстап қалуы мүмкін. Ол кезде иығы керісінше сыртқа қарай созылады. Содан иығын ауыртып алған болуы мүмкін. Бұндай науқастар пакет көтерсем, иығым рахаттанады, қолымды тіресем, иығым ауырады дейді. Оларды емдейтін басқа техника бар. Дәл сол сияқты тізеге де байланысты. Тізесі ауыратын науқастар, мысалы, бір науқас айтуы мүмкін, мен отыра алмаймын деп айтуы мүмкін. Отырсам, отырайын деп тізем бүгіліп бастаған кезде тізем қатты ауырады деп. Ал келесі науқастар айтуы мүмкін, мен наоборот тұрып жүргенде тізем ауырады, жатсам,
отырсам тізем рахаттанады, тізем ауырмайды деп айтуым мүмкін. Сол сияқты бұндай науқастың айтқан сөздеріне қалай сипаттап тұр ауру сезім, соған өте үлкен мән беру керек. Бұл науқастар өздерінің ауруын кез келген КТ, МРТ, УЗИ, рентген барлығынан жақсы біледі науқастар. Науқастар өздері айтып береді барлығы қай жерінен не болғанын, ол қалай ауыратынын, және тереңдеп сұраса оны қалай емдеуге болатынын да айтып беруі мүмкін. Одан кейін цилиндрическая дисторсия деп аталады. Цилиндрическая дисторсия бұл біздің мысалы бұлшықетіміз болса, бұлшықетті бүйтіп айналып қаптап тұрған спиральды фасция болады. Бұл фасция оратылып қалған кезде қандай да белгілі себептермен бұл да ауру сезімін береді. Цилиндрическая дисторсия кезінде ауру сезімін сипаттау ол қиындау болады. Мысалы науқастар айтуы мүмкін, қолым ауырады, бірақ білмеймін қай жер ауырады, қалай ауырады, түсіндіре алмаймын, бірақ мынаның барлығы ауырады деп айтады. Немесе бұл цилиндрическая дисторсия кішкене бір жанға батпайтындай ауырады, немесе бұл адамның жанын шығаратындай қатты ауырады. Орташа көбінесе ауырмайды. Аз ауырады, немесе өте қатты ауырады. Өте қатты ауырған кезде науқастар ойбайлап скорый шақырып больницаға баратын себебі де осы. Бұл кезде қатты ауырса науқастар қолын мүлдем қозғалта алмай қалады. Қолына жайпылап саусағын тигізсек жанын шығатындай қатты ауырады. Және бұл цилиндрическая дисторсия суықтан кейін қозып кетуі мүмкін. Мысалы, мен кеше моншадан шығып далада жеңіл жүріп қалдым, содан кейін мойным ұстап қалды, белім ұстап қалды деп қақиып тұрады. Не қозғала алмайды, не тұра алмайды, жата алмайды, өзіне бір ыңғайлы положение таба алмайды. Одан бөлек, мысалы, қолым бәрі бір шымырлап, бір тызылдап, бір түрлі ауырады деуі мүмкін. Одан бөлек қолым ұйып қала береді деп айтуы мүмкін. Одан бөлек тағы таңертең ұйқыдан тұрған кезде қатты ауырады, біраз кішкене жүргеннен кейін қойып кетеді, ауырмайды деп айтуы мүмкін. Сол сияқты бұл цилиндрическая дисторсияда науқастар шағымын өте көп түрлі қылып айтады. Одан кейінгі дисторсия бұл тектоническая фиксация деп айтады. Яғни бұл тектоническая фиксация көбінесе науқастар аяқ қолын сындырып алып гипспен жүрген кезде, не болмаса аяқ қолы қатты ауырып, ұзақ уақыт қозғалтпаған кезде пайда болады. Яғни ондай науқастарға қолдарыңды көтеріңізші десеңіз, былай көтереді. Мына қол одан ары көтерілмейді. Неге көтерілмейді десеңіз, ештеңе ауырмайды, білмеймін, просто көтерілмейді деп айтады. Және тіземен де сондай. Тіземді бүгіңіз десең, тізе жартылай ғана бүгіледі, одан ары бүгілмейді. Енді бірақ ешқай жері ауырмайды, просто бүгілмейді. Бұл дегеніміз, адам ұзақ уақыт қозғалмаған кезде буынның ішінде синовиальный жидкость болады. Яғни буынның, қазақша буынның майы деп айтамыз. Буында ұзақ уақыт қозғалыс болмағаннан кейін жаңа синовиальный жидкость ол клей ұқсап тас болып қатып қалады. Сондықтан ол ары қарай қозғалмайтын болады. Яғни бұл әрбір айтылған дисторсияның әрқайсының өзінің жеке емі бар. Осы науқастың айтқан сөздерін тыңдап отырып, науқас ауруын қалай сипаттайтын, ол қандай травма алғанын, қай кезде ауырғаны күшейеді, қай кезде ауырғаны басылады, қашаннан бері ауырады деген сияқты сұрақтарды қоя отырып, және ең маңыздысы қалай ауырады деген сұрақты қоя отырып, бұл дисторсияларды анықтап және қолмен емдеп кереметтей нәтижелерге жетуге болады. Яғни бұл науқастар әрбір науқас индивидуальный, әрқайсында жеке өзінде бір ерекше травмалар болған, дегенмен де науқастарды проблемалары бір-біріне ұқсас болады. Біреуінікі иық ауырады, біреуінікі тартып ауырады, біреуінікі шаншып ауырады, біреуінікі мына буынның іші ауырады деп айтады, біреуі мына бүкіл қолым ауырады деген сияқты. Және мен экранда көрінгендіктен көбінесе иықты көрсетіп отырмын, бірақ бұл белге де, аяққа да, тізеге де, басқа да бүкіл жерге қатысты. Науқастан біз сұрасақ, ол кісілер МРТ-дан жақсырақ айтып береді. Және бұл дисторсиялардың ерекшелігі, бұл ешқандай
МРТ, КТ, рентген, УЗИде көрінбейді. Біз науқастан сұрау арқылы және қолмен ұстап пальпация жасау арқылы және арнайы тесттерін жасау арқылы білеміз қандай дисторсия бар екен, және әр дисторсияға қолданылатын өзінің техникалары бар. Одан бөлек енді мысалы науқастарда мұнда грыжа триггерный точка болып фасция қысылып тұрған болса, оған енді ешқандай дәрі де әсер етпейді, ешқандай физиопроцедура да әсер етпейді. Ол жерде тек керегі жаңа грыжаны ішке қарай кіргізіп жіберу. Бұл солай барлық процедура қолмен жасалады, қолмен емделетін процедуралар. Егер де бұдан кейін сұрақтарыңыз қалған болса, маған WhatsApp нөміріме жазыңыздар.